теуіп келе жатырсың. Жол қиылысына келдің. Жолдың арғы бетіне қалай өтесің? Біз велосипедпен келе жатырмыз. Бүйтіп келе жатқанда бірінші бағдаршамға қараймыз. Дұрыс айтасың. Содан соң велосипедтен түсіп, қолымызға жетектеп арғы бетке өтуіміз керек. Дұрыс айтасың. Арғы бетке қоя ғой жабыстырып. Неге бұлай істеуіміз керек? Басқа оқушылар түсіндірейікші. Олай болмаған жағдайда велосипед жүргізушісін көлік қағып кетуі мүмкін. Дұрыс айтасың. Тағы басқа оқушылар ержан не айтамыз? Ол тоқтата алмай машинаны адамды қағып кетуі мүмкін. Дұрыс айтасың. Яғни не болу керек? Жол аманды болу керек екен. Жауаптар өте жақсы. Қол шапалақтап адастайды. Келесі қызыл түске толып келе қойыңдар. Сендерде қандай жағдаят? Сен автобустан түстің. Бірге жету үшін жолды ашып өтуің керек. Бұл жағдайда не істейсің? Не істейміз? Бағдаршамдар. Иә. Ана қызыл түсі жатырса, жолда өтесің. Қызыл түсі. Жасыл түсте өтеміз. Тоқтаймыз, дұрыс. Жабыстырып қоя ғой. Тағы автобустан түскеннен кейін не істейміз? Автобустан түскеннен кейін жүргіншілер. Иә, дұрыс, жүргіншілер жолымен өтеміз. Ал жолмен жүргіміз керек. Үлкен көліктермен жүрсек, олар көлік тоқтату керек болады. Дұрыс айтасың. Жалпы көліктің біз қай жағынан айналып өтуіміз керек? Артынан. Не үшін? Себебі ол алдынан өтсек, ол алдынан жүріп қалуы мүмкін. Дұрыс айтасың. Өте жақсы. Қауіпсіздік сақтау үшін міндетті түрде көліктен түскеннен кейін қалай өтеді екенбіз? Айналып өтеді екенбіз. Жақсы, жарайсыңдар. Отыра алыңыздар. Келесі топ. Сен асығыссың, жолдан өтуің керек. Жолдан өтейін десең, қарсы бағытта көлік келіп қалды. Сен не істейсің? Біз көлік қатты келе жатса да біз жайменен оны күтіп асықпай өтіп кетуіміз керек. Жақсы. Ал көлік жай келе жатса, жүргінші жолдан қиналмай өте беруге болады. Себебі ол көлік өз жылдамдығымен келе жатыр, өз-өзін тоқтата алады. Отыра қойыңдар. Жақсы. Енді тағы ең бірінші жолдан өткен кезде не істеуіміз керек? Бірінші жолдан келе ғой. Кешке көрсетші. Оқушыны адамды алып көрсетші. Жол жиегіндеміз. Сосын сол жағымызға, сосын ол жағымызға қарап, машина жоқтығын көріп, жүре беруімізге болады алаңсыз. Дұрыс айтасың, өте жақсы. Бірінші, қандай ереже сақтап тұрсақ та жан жағымызға қарап алуымыз керек екен.